Біз бүгін санды үшке көбейту мен бөлудің кестесін құрып үйренеміз. Домино тасындағы нүктелерді дұрыстап санайық. 3. Егер 3-тен 1 рет алсақ, онда 3 болады. Егер 3-тен 2 рет алатын болсақ, онда 6 болады. 3-тен 3 рет алатын болсақ, 9 болады. 3-тен 4 рет алатын болсақ, 12 болады. 3-тен 5 рет алатын болсақ, 15 болады. 3-тен 6 рет алатын болсақ, 18 болады. 3-тен 7 рет алатын болсақ, 21 болады. 3-тен 8 рет алатын болсақ, 24 болады. 3-тен 9 рет алатын болсақ, 27 болады. 3-тен 10 рет алатын болсақ, 30 болады. Бұл санды үшке көбейтудің кестесі. Есіңде сақта. Біз көбейтудің бөлуге керамал екенін білеміз. Ендеше санды үшке бөлудің кестесін құрып көрейік. 3-ті 1-ге көбейтсе, 3-ке тең болады. Ендеше 3-ті 3-ке бөлсе, қалай ойлайсың, қанша болады? Дұрыс, 1. 3-ті 2-ге көбейтсе, 6 болады. Ендеше 6-ны 3-ке бөлсек, 2 болады. 3-ті 3-ке көбейтсе, 9 болады. Ендеше 9-ды 3-ке бөлсек, 3 болады. Бұл санды 3-ке бөлудің кестесі. Есіңде сақта.